сәлеметсіңдер ме балалар? 41-ші сабақты бүгін талқылаймыз. Мәтін және оның түрлері. 17-ші жаттығу. Суреттерге қара, әрқайсысының мазмұнына лайықты мәтінді таңдап ал. Бірінші мәтін. Сынып оқушылары терезе алдындағы гүлдің топырағын қопсытады. Оған уақытылы су құйып тұрады. Бұл мәтін бірінші суретке сәйкес келеді. Екінші мәтін. Құмырадағы гүл өте әдемі. Оның қып-қызыл гүлдері көздің жауын алады, қош иісі мұрныңды жарады. Екінші мәтін екінші суретке сәйкес келеді. Үшінші мәтін. Айболға мұғалім ескерту жасады, өйткені ол гүлді жұлып алып мұғалімге ұсынған еді. Үшінші сурет үшінші мәтінге сәйкес келеді. Бірінші мәтінде кім және не туралы айтылған? Балалар алдымен не істейді? Содан кейін ше. Болған оқиғаның ретін көрсетіп тұрған қимылды білдіретін сөздерді ата. Осы мәтінге қандай сұрақ қоюға болады? Бірінші мәтінде сынып оқушылары мен гүл туралы айтылған. Балалар алдымен гүлдің топырағын қопсытады. Оған сосын су құяды. Қимылды білдіретін сөздер: қопсытады, су құяды. Осы мәтінге қандай сұрақ қоюға болады? Балалар гүлді уақытылы суарып тұрады ма? Гүлдің топырағын кімдер қопсытады? Деген сұрақтарды қоюға болады. Бірінен кейін бірі болатын әрекет пен оқиға жайлы айтылып, хабарланатын мәтін әңгімелеу мәтіні деп аталады. Әңгімелеу мәтініне не болды, не істеді сұрақтары қойылады. Қай мәтіннің сөйлемдері қандай гүл деген сұраққа жауап береді? Екінші мәтін, өйткені екінші мәтін гүл туралы айтылған. Үшінші сурет пен оған мазмұны сәйкес келетін мәтінге назар аудар. Айбол неліктен ескерту алды? Өйткені ол гүлді жұлып алып мұғалімге ұсынды. Сен Айболдың орнында болсаң, мұғалімнен кешірім сұрар ма едің? Иә, кінәмді мойындап, мұғалімнен кешірім сұрар едім. Заттың немесе құбылыстың сын сипаты берілген мәтін сипаттау мәтіні деп аталады. Сипаттау мәтінінде қандай сұрағы қойылады? Үшінші сурет бойынша пайымдау мәтінін құрастыруға болады. Пайымдау мәтіні 3 бөліктен тұрады. Бірінші, екінші, үшінші бөлікте. Пайымдау мәтініне неліктен сұрағы қойылады екен балалар? 18-ші жаттығу. Суреттерге қарап біздің сынып тақырыбында әңгімелеу, сипаттау мәтіндерін құрастырып көр. Қай мәтін түріне сурет берілмеген? Пайымдау мәтініне сурет берілмеген екен. Әңгімелеу мәтіні не істеді? Сипаттау мәтіні қандай? Пайымдау мәтініне неліктен сұрақтары қойылады? Пайымдау мәтініне қандай сурет салуға болады? Ендеше балалар тапсырманы бірге орындайық. Тақырыбы біздің сынып. Әңгімелеу мәтіні. Бүгін біздің сыныпта тәрбие сағаты өтті. Мұғаліміміз бізге достық туралы әңгіме айтты. Балалар мұғалімнің сөзін мұқият тыңдады. Сабақ соңында бәріміз бірге сыныпты жинап, гүлдерге су құйдық. Сипаттау мәтіні. Біздің сынып кең, жарық және таза. Терезе алдында әдемі гүлдер өсіп тұр. Үстелдер мен орындықтар рет-ретімен қойылған. Тақта үлкен әрі таза. Сыныбымыз өте жайлы. Пайымдау мәтіні. Мен өз сыныбымды жақсы көремін, өйткені ол менің екінші үйім сияқты. Себебі біз осы жерде білім аламыз, достарымызбен кездесеміз. Сондықтан сыныпты әрқашан таза ұстауымыз керек. Сол себепті бәріміз сыныптың тазалығына жауаптымыз. Демек, таза сынып біздің көңіл күйіміздің айнасы. Біз сыныбымызды сүйіп, оны таза да әдемі ұстауымыз керек, өйткені ол біздің ортақ үйіміз. Қай мәтін түріне сурет берілмеген? Пайымдау мәтініне сурет берілмеген. Пайымдау мәтініне салуға болатын сурет. Балалар сыныпты жинап жатқан
гүлге су құйып тұрған немесе тақта алдында жауап беріп тұрған көріністі салуға болады. Балалар, тапсырмалар аяқталды. Тапсырма түсінікті болса, сау болыңдар. Келесі видеоны көру үшін менің каналыма тіркелуді ұмытпаңдар.